Үйшік ертегісі. Ерте заманда орманда тұрған кішкентай үйшікке бір күні тышқан келіп ішіне кіреді. Содан соң қоян келіп, үйшікте кім бар деп сұрайды. Мен тышқанмын, ал сен кім боласың, дейді. Мен қоямын, кіруге рұқсат па? Деп рұқсат сұрап, сол үйшікте екеуі бірге тұра бастайды. Біраз уақыт өткеннен кейін үйшікке кірпі, қасқыр, аю да келеді. Барлығы сол үйшікте тату-тәтті өмір сүреді. Күндердің күнінде үлкен аю үйшікке сыймай, байқамай басып алып сындырып тастайды. Уақыт өте келе тышқан, қоян және қасқыр, кірпі, аю бәрі бірігіп, үлкен, жаңа, әдемі үйшік салып алады. Сол күннен бастап барлығы сол үйшікте тату-тәтті өмір сүреді.